Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге тура тандырдағыдай дәмді болып шығатын самсаның қазанда пісіру жолын көрсететін боламын. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып, 1 шай қасық тұзымызды және 1 жұмыртқамызды салып, орташа қамыр жасайтын боламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Оған дейін начинкамызды дайындап аламыз. Менде тауықтың етінен және картошка, пияз, тұз, бұрыш дәміне қарай. Ал сіздер етпен істесеңіздер де болады. 10 минуттан кейін қамырымызды алып 4 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызды енді жайып бастаймыз, орташа жұқа қылып жайып аламыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін кішкене ұн себелеп шетке ала тұрамыз. Қалған қамырларымызды да жайып аламыз. Сол аралықта маргаринімізді толықтай ерітіп алатын боламыз. Маргаринді толықтай еріту дегеніміз, яғни ішіндегі су біткенше орташа жай отта қайнатып алу. Сонда ғана біздің самсаларымыз қатырлақ, дәмді болып шығады. Еріген майымызбен жаңағы жайып болған 4 қамырымызды бір-бірінің үстіне қойып, араларына осы майды жағып шығамыз. Ең үстіңгі 4-ші қамырымызға да жайып, жақсылап араларындағы ауасын қолымызбен басып шығаратын боламыз. Енді қамырымызды рулет тәрізді етіп, осылай орап шығамыз. Қамырымызды орап шыққаннан кейін осылай бір шетке қарап қайырып, орап, мұздатқышқа 1 немесе 2 сағатқа қойып қоятын боламыз. Арасындағы май толықтай қатуы керек. Начинкасына дәміне қарай осылай тұз, бұрышымызды салып аламыз. Мұздатқыштан қамырымызды шығарып, бөліктерге бөліп аламыз. Қатпарларын астына қарап жаятын боламыз. Сонда самсаларымыздың түйген кезде қатпары бетіне шығып тұрады. Осылай барлық бөліктерге бөліп алғаннан кейін, енді салмасын салып, самсаларымызды түйіп аламыз. Самсаның қамырын тек 1 қайтара ғана жайып алдым. Үлкен көлемде еткен жоқпын, өйткені өзіме кішкентай самсалар ұнайды. Осындай бір түйудің жолы оңай, осылай стаканға немесе осындай ыдысқа қамырымызды салып, ортасына начинкасын салып, 3 бұрышты етіп түйіп аламыз. Барлық самсамыз түйіп болғаннан кейін бізге 1 жұмыртқа қажет болады. Алдын ала дайындап аламыз. Біріншісіне ақ уызын, екіншісіне сары уызын салып алып, қазір самсаларымыздың бетіне жағатын боламыз. Алдын ала отымызға қазанымызды қойып, қазанымызды жақсылап қыздырып аламыз. Қазанымыз жақсы қызуы қажет. Сол кезде самсаларымызды жабыстырған кезде самсаларымыз түсіп кетпейтін болады. Қазанымыз қатты қызған кезде ақ уызға самсамызды батырып, қазанымызға жапсырып шығамыз. Орта таманына қарай
Самсамызды жабыстырып жатқан кезде қолымызбен шамал осылай үстінен басып ұстап тұрамыз, самсамыз толық жабысып біткенше. Самсаларымызды осылай жабыстырып шығамыз. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығып, соңынан кунжут себетін боламыз. Кунжутты сеуіп болғаннан кейін қазанымыздың түбіне осылай кішкене тұз салып, қазанымыздың астын орташа қойып, қақпағын жауып, 45 минут 1 сағатқа қойып қоятын боламыз. Мүлде қақпағын ашпаймыз. 1 сағаттан кейін самсаларымыз осылай пісіп шығады. Пісіп шыққаннан кейін осылай сырғып өздері түсіп қалатын болады. Себебі асты да үсті де осылай толықтай пісіп шығады. Өте қатпарлы болып шығады, дәл тандырдағыдай болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұргүл.